Қайырлы кеш, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге қысқа мезгілге арналған қытырлақ осындай қиярдың рецептімен бөлісемін. Орысша айтқанда соленый огурцидың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецептпен жасасаңыздар, ешқандай банкілеріңіз атылмайды, және де өзімнің құпия рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналға тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Бодренімізді, яғни огурцымызды осылай тап-таза қолданылмаған губканың көмегімен салқын суда тап-таза етіп сыртқы бөлігін жуып аласыздар. Ешқандай сыртында ешқандай жаңағыдай кір қалмауы қажет. Салқын суда менде 1 сағаттай тұрды осылай. Содан соң осындай губканың көмегімен тазартып жуып жатырмын. Барлық қиярларды осылай жеке-жеке тазартып жуып шықтым. Мейлінше қиярдың кішкентай осындай орташа көлемдегі алғандарыңыз жақсы. Сосын екі жанындағы керек емес шетін алып тастаймыз, және де салқын суға тағы да 2 сағатқа салып қоямыз, және де суға батып тұруы қажет. Содан соң менде осындай үлкен екі ыдыста болды. Ең алдымен банкаларымызды ас содасымен жуып тазартып, осылай мантываркада булап алдым. Содан соң үлкен ыдысымызға немесе кастрөлге осылай қайнап тұрған су қажет болады. Қайнап тұрған суымыздың газдың астын өшіреміз де осы тазартылған қиярлардың барлығын салып аламыз. Яғни стерильдеудің бұл бірінші этабы болып табылады. Осылай жасасаңыздар өте ыңғайлы әрі тез арада дайын болады. 5 минут өткеннен кейін барлық қиярларымызды осындай сүзгіштің көмегімен бөлек ыдысқа ыстық судан алып сүзіп аласыздар. Ешқандай жаңағыдай солып ондай болып қалмайды. Барлығы әдемі жаңағыдай бір стерилизациядан өтеді. Содан соң хреннің жапырағы, болгар бұрышы және де осындай шиенің жапырағы қажет болады. Шиенің жапырағы міндетті емес. Сосын осындай чеснок керек болады, яғни сарымсақтарымыз керек болады. Барлығында тағы да бір стерилдеуден өткіземіз. Үстіне ыстық қайнап тұрған су құясыздар. Банкілеріміздің барлығын стерильдеп алдық, залалсыздандырып. Содан соң 1 дана хрен жапырағы және де болгар бұрышы, 2 штук жаңағы шиенің жапырағы және де 5-6 штук сарымсақты саламыз. Содан соң видеода көрсетілгендей етіп бірінші шет жағына жаңағыдай ұзыншалап орналастырып шығамыз. Мендегі қиярдың формасы орташа және де кішкене майдалау түрін алдым, банканың жоғарғы бөлігіне салу үшін. Сосын дәл осылай толықтай толтырасыздар да бір этапын жасап болғаннан кейін жан-жағына осылай қиғаштан салсаңыздар, банкіге жаңағы қиярлар көбірек кетеді және де жаңағы көп сиятын болады. Осылай барлығын рет-ретімен орналастырып, тығыздап орналастырып саласыздар. Міндетті түрде кішкене тығыздау етіп, бір-біріне жақындау етіп орналастырғандарыңыз дұрыс. Және де менің каналымда түрлі томаттың рецепті, қысқы мезгілге арналған баклажкада сақтауға болатын томаттың рецепті бар, яғни чертополох, огонек деп те аталады. Сонымен қатар қиярдан жасалған қысқы мезгілге арналған лечо салатының да рецепті бар, және де баклажаннан жасалған салаттың рецептері, қысқа арналған компоттардың рецептері бар. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Описание бөліміне сілтемесін қалдыратын боламын. Осылай реттілікпен барлық банкілерге орналастырып шығамыз. Бұл жерде қиярдың мөлшерін описание бөлімінде рецепт деген жерге барлығын салмағын килограмм, граммдарына дейін жазып өтетін боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Немесе көбірек жасайтын болсаңыздар, осы рецепті 2 есе ұлғайтып жасасаңыздар да болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай тығыздап орналастырып шықтым. Енді соңына қарай осындай лабыр жапырағын салып шықтым. 2 данасынан салып шықтым. Және де алдын ала суымызды осылай қатты қайнатып қоятын боламыз. Міндетті түрде қайнап тұрған ыстық су болу керек. Содан соң қақпақтың барлығын қайнап тұрған суға стерилдеп алатын боламыз. Сосын қайнап тұрған ыстық суды міне көріп тұрғандарыңыздай буы шығып тұр. Осы судың барлығын толықтай беткі бөлігіне дейін ыстық суымызды құйып шығамыз.
Енді стерильденген қақпағымызды жабамыз және де 10 минуттай осы ыстық суда қиярларымызды ұстайтын боламыз. Және де 10 минут өткеннен кейін осы суды төгіп тастаймыз. Арнайы осындай қақпақ алсаңыздар өте ыңғайлы. Егер де бұндай зат жоқ болса, жай өзімен жаңағыдай ақырындап суын ағызсаңыздар болады. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай дамып жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видео ұнап жатса лайк басып, поделиться бөлімін басып, WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға осы видеоны бөлісіп қоюыңызды сұраймын. Және де каналға тіркелмесеңіз, дәл қазір тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойуды ұмытпаңыздар. Содан соң осындай түйіршік қара бұрышты салып шығамыз және ендігі кезекте тұзды салатын боламыз. 2 литрлік банкіге 2 ас қасық толтырмай тұз саласыздар. Егер 1 литрлік болса, 1 ас қасықты салатын боласыздар. Ал 3 литрлікке жабатын болсаңыздар, 3 ас қасық тұзды саласыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай 1 литрлікке 1 ас қасықты салдым. Содан соң тұз салып болғаннан кейін келесі кезекте қантымызды салатынбыз, яғни құмшекер салып шығамыз. Құмшекерді де 1 ас қасық салатын боламыз. Толтырыңқырап, кішкене 1 ас қасық салсаңыздар жеткілікті. Ал 1 литрлікке жарты ас қасық саласыздар. 2 литрлікке 1 ас қасықты толтырып саласыздар. Келесі кезекте сірке суын қосамыз, яғни уксусты қосатын боламыз. Мендегі уксус 70%-ық. 1 шай қасықтан 2 литрлікке құйып шығасыздар. Егер 1 литрлік болса, жарты шай қасық уксус саласыздар. Содан соң бір құпияның рецепті бұл лимон осындай қышқылын салып шығасыздар. Жарты шай қасықтай кішкене шай қасықтың ұшындай ғана саласыздар. Лимон қышқылы банкінің атылып кетпеуінен сақтайды. Аз-аз мөлшерде қоссаңыздар болады. Содан соң үстіне қайнап тұрған ыстық суды тағы да салып шығасыздар да стерильденген қақпағын қайта жауып қоясыздар. Дәл осы әдіспен барлық банкілерге ыстық суды құйып шығасыздар. Ыстық суды құйғаннан кейін аспирин қышқылын саласыздар. Аспирин қышқылы да бұл атылып кетпеуге әсер етеді. 2 литрлікке 2 штугын саласыздар, 1 литрлікке 1 штугын саласыздар, ал 3 литрлікке 3 аспиринді салсаңыздар болады. Осындай бір ағыш қақпақ болса, жақсылап тығыздап жаңағыдай ашылып кетпейтіндей етіп бұрап алғандарыңыз дұрыс. Ал осындай арнайы қақпақ болса, жаңағы банкі бір ағыштың көмегімен, жапқыштың көмегімен осыны толықтай қатырып жауып аласыздар. Міндетті түрде қатты жабылғанына көз жеткізіңіздер, ары-бері аунатып суы шықпағанын байқаңыздар. Міндетті түрде жақсылап жапқандарыңыз дұрыс. Дәл осылай барлық банкілерді бұрап шықтым. Тұздалған қиярларды осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, ешқашан атылмайды. Барлығын таза ұқыпты жасайтын болсаңыздар, банкілеріңіз атылмай 1-2 жылға дейін сақталатын болады. Міндетті түрде осылай аунатқандарыңыз дұрыс. Ішіндегі толықтай жаңағы тұзы және де құмшекері еруі қажет. Яғни аспиринді де осы кезде ертіп аласыздар. Содан соң осылай қоясыздар да бетін жауып жылы жерге қоясыздар. Содан соң 2-3 сағаттан кейін қайтадан аударып келесі бетіне солай қойсаңыздар болады. Осылай толық суығаннан кейін жаңағыдай банка сақтайтын салқын жерге қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде дәл қазір тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да көптеген қысқа мезгілге арналған салаттар мен ассортилердің рецептерімен бөлісетін боламын. Келесі видеода осы тұздалған қиярдың соктан жасалған түрімен бөлісемін.